Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз жеміс ағаштарындағы зиянкестер және де аурулармен күресудің тиімді жолы туралы сөз етеміз. Жеміс ағашында зиянкес те көп, ауру да көп. Олармен күресудің тиімді жолдарының бірі ол ерте көктемде немесе күз мезгілінде дәрінің концентратын бірнеше есе көбейтіп дәрілеу арқылы зиянкестермен және де аурулармен тиімді күресуге болады. Бізде қазір қолданатын дәріміз ол карбамид, мочевина, оның бір аты, одан кейін тотиаин. Бұл медный купорос орысшасы. Енді карбамидке келетін болсақ, ол негізі дәрі де емес. Былай алғанда ол азот тектес тыңайтқыш негізінде. Жаз күнінде қолданған кезде карбамидті жапырақ арқылы ағаштарды азықтандырған кезде оның концентратын 2 немесе 3% қылып қолданамыз. Ол дегеніміз 10 литр суға 20-30 грамм карбамид қолданамыз. Одан асып кетсе 40-қа дейін болады. Енді 40-тан асып кетсе ол кезде жапырақты күйдіріп жібереді. Ал қазіргі күнде жапырақ түскеннен кейін қазір бізде -4 градусқа дейін аяз болды. Жапырақтар түсті. Түспеген үсіп бітті. Енді біз ол жапырақтың күйіп кетуінен қорықпаймыз. Қазір ол концентратты біз 20 есе көбейтеміз. Ол дегеніміз 10 литр суға 600 грамм карбамид қолданамыз. Солай күйдіру әдісімен зиянкестермен және де аурулармен күресеміз. Мына жерде қарасақ шамамен 600 грамм болу керек. 588 грамм. Осыны 10 литр суға қолданамыз. 600-700 граммға дейін 10 литр суға карбамидті қолданса болады. 700 грамм қолданған дұрыс. Менде қазір бары осы. Өткенде жартысын қолданғам. Енді жартысы осы менде 600 грамм. Ол да жеткілікті былай алғанда. Енді ол үшін бізге не қажет? Карбамид қажет, тотиаин қажет, одан кейін ыстық су қажет, шамамен 50-60 градус шамасында. Одан кейін жай су. Оның көлемі 10 литр. Егер біз 600 грамм нені алатын болсақ. 10 литр суға 700 грамм мочевина және де 50 грамм тотиаин. Орысшасы медный купорос. Бұл рецепті қайдан алдың деген сұрақ туындайтын болса, мен оны ойдан шығарған жоқпын. Бұл тағайындауды кітаптарда кездестіруге болады. Соның бірі 1984 жылы өзіміздің Алматы қаласында шыққан болезни сада деген кітап бар. Авторы М. Исин, кандидат наук. Сол кісінің кітабында осындай кеңестер келеді. Жеміс ағаштарындағы зиянкестермен және де аурулармен күресуде химиялық неше түрлі ауыр ядохимикаттарды қолданғанша тыңайтқыштардың концентратын бірнеше есе көбейтіп, ағаштардың ұйқыда кезінде күзде немесе ерте көктемде бірку арқылы аурулармен және де зиянкестермен тиімді күресуге болады деген осындай кеңестер келеді. Мен оны қазір тапсам экран бетіне шығарып қоямын, өздеріңіз оқып қарасаңыздар болады. Енді біз карбамидті шелекке аударамыз. Оған су құямыз. Су жылырек болса жақсырек ериді, сондықтан да ыстық судан араластырамыз. Ыстық судан кішкене құйдық. Сонымен судың кішкене болса да жылы болса жеткілікті. Карбамид негізі суда жақсы еритін дәрі. Тыңайтқыш, ол былай айтқанда. Ал енді бұл жерде қолданатын екінші компонент ол тотиаин. Тотиаинді 10 литр суға 50 грамм шамасында қолданамыз. Қазір бізде 20 грамм, 33, 43, 48, 50. Тотиаиннан 50 грамм және карбамидтен 600 грамм 10 литр суға. Тотиаинді ыстық суда ертеміз. Ал карбамидке жылы су болса жеткілікті.
қазір мына банкіге тігіп алмай салу қажет. Міне біздің тотияйын дәріміз толық еріп бітті. Сонымен қатар мұнда карбамид те жылы суда жақсы еріді. Міне қалған түйір, ешқандай түйір қалған жоқ. Енді бұны біз ақырындап құйып отырып, осылай араластырамыз. Бір-біріне араластырамыз. Түбінде дәрінің шығыны қалмау үшін таза сумен тағы да банканы шай жіберген дұрыс. Қарасаңыздар, міне судың түсі өзгеріп жатыр. Оның ішінде дәрінің қалдығы қалды деген сөз. Сондықтан да банкамызды бірнеше рет шайып жіберсек дұрыс болады. Сонымен карбамид пен тотияйынның ерітіндісін араластырдық. Енді дайын болған ерітіндіні бүріккішке құямыз. Одан кейін судың жалпы көлемін 10 литрге жеткіземіз. Негізі 16 литрлік, 10 литр белгісі тұр. Судың жалпы көлемін 10 литрға жеткіздік. Бұл жерде банкаға және де шелекке қанша суға еріткен маңызды емес. Маңыздысы судың жалпы көлемін 10 литрға жеткізу. Сол маңызды. Және де жылы суға, және де ыстық суға еріту қажет. Салқын суды құйсаңыздар, ермей алады. Сонымен біздің дәріміз дайын. Сонымен осы дайын болған дәрімізді жеміс ағаштарына шашамыз. Жеміс ағаштарының қайсына қолданса болады десе, бұл дәріні жеміс ағаштарының кез келгеніне барлығына қолданса болады. Алма болсын, өрік, қара өрік, алша. Сол сияқты жеміс ағаштарының кез келгеніне осы дәріні қолданамыз. Ең бастысы жапырағы түсіп болғаннан кейін күз мезгілінде, егер күз мезгілінде үлгермесеңіздер, ерте көктемде ағаштарымыз бүршік ашпай тұрып, ерте көктемде осы дәріні қолданса болады. Дайын болған дәрімізді бір-екі ағашқа шашып шықтым. Бұны шашып жатып түсіру ыңғайсыз екен. Енді бұл дәріні қандай ағаштарға қолдануға болады десе, жеміс ағашының кез келгеніне қолдануға болады. Алма болсын, өрік болсын, қара өрік, алша және де басқа жеміс ағаштарының кез келгеніне қолданса болады. Ең бастысы күз мезгілінде жапырақтар түскеннен кейін, ең болмаса 50% жапырақ түсіп болғаннан кейін қолданған дұрыс. Немесе ерте көктемде дәл осы дәріні ерте көктемде жапырақтар ашылмай тұрып, бүршік ашылмай тұрып, осы дәріні көктемде қолданса болады. Немесе күзде бір рет, көктемде бір рет қолданса, оның тиімділігі өте жоғары болады.
Бұл дәрілер зиянды ма зиянсыз ба деген жағына келетін болсақ, бұл негізі дәрі де емес, карбамид жаңа айтқандай, ол азоттың айтқышы, оның химиялық бір қатты зиянды әсері жоқ. Тыңайтқыш ретінде жазда да қолданса болады карбамидті. Ал оның жанына қосылған тотиаинға келетін болсақ, ол аз ғана мөлшерде. 10 литрге 50 грамм ғана, оның есесіне қыста қар бар, көктемнің жаңбыры, сонымен олар шайылып кетеді. Ешқандай зиянды жағы бұлардың дерлік болмайды. Ал пайдасы оның орасан бізге. Осы әдіспен күзде немесе ерте көктемде осы әдісті қолданып ағаштарды дәрілеген кезде мына зиянкестердің өте көп бөлігі түп тамырымен жоғалады. Толық 100% деп айтпай ақ қояйық, енді бірақ та өте көп бөлігі жоғалады. Сол кезде жаз кезінде зиянкестермен және де аурулармен күресу бізге жеңіл болады. Кейбір кезде тіпті болмайды да зиянкестер. Сондықтан да осы амалды қолданыңыздар. Қолжетімді нәрселер, бұның бәрі тек қана уақыт бөлсе жеткілікті. Барлықтарыңызға сәттілік, дендеріңізге саулық және де бау-бақшаларыңызда мол жеміс тілеймін.